Балалар, мына қараңдар, мен қолымдағы не? Қандай қағаз? Ақ қағаз. Әдемі ма? Таза ма? Аппақ па? Бұмен не жасауға болады? Самолет жасауға болады, сурет салуға болады, тағы? Гүл салуға болады, я? Гүл жасауға болады. Сандарды жазуға болады дейді, жарайсың. Тағы не істеуге болады? Кемен салуға болады. Қандай? Кемен жасауға болады, я? Машина суретін салуға болады. Тағы? Я, демек қараңдар, мына әдем қағазға сол заттарды салсақ, жасасақ болады, е? Неше түрлі әдем нәрселер дүниелер жасауға болады, е? Енді қараңдар, самолет жасауға бола ма? Самолет жасауға бола ма мына қағазбен? Жасай аласың мына қағазбен самолет? Әдемі гүл жасауға бола ма? Әдемі картинкалар істеп шығаруға бола ма? Неге? Себебі қағаз жыртылды, я? Балалар, адамның көңілі де тура осы қағаз сияқты болады. Біздің көңіліміз, мына қараңдар, бүтін кезінде адамдармен өте жақсы қарым-қатынаста болып, достарымызбен бірге керемет достасып ойнаймыз, я? Ал достарымызға ренжитін сөз айтсақ, оның көңілі жыртыла ма? Жыртылады, көңілі сынады. Әдемі болып тұрған ақ қағаз сияқты әдемі көңілі мына жаман қағаз сияқты болып қалады. Сендерге ренжиді. Адамның көңілі еш уақытта ренж болғаннан кейін қайта қалпына келмейді. Қараңдар, мына қағаз жыртылғаннан кейін қайтадан мына қағазды қосуға бола ма? Клейлеп қоюға болады, бірақ бәрібір жыртық орны көрініп тұрады, я? Адамның көңілі де дәл осылай болады, балалар. Сондықтан бір-бірімізді ренжітпеуге, бір-бірімізді ұрып соқпауға, бір-біріміздің көңілімізді қалдырмауға әрекет жасайық. Мына қағаз сияқты біздің көңіліміз жарты болып қалмасын. Түсіндік па, балалар?